Сәлем достар. Бүгін тағыда бір керемет түсірілген шытырман оқиғаға толы 2023 жылы шыққан өлім ойыны атты Корей дорамасын бастаймын. 8 бөлімнен тұрады. Достар, сіздерге ұнаса маған тіркеліп қолдап кетіңіздер. Сонда келесі бөлімдерін тез-тез шығаратын боламын. Ал ендеше бастайын. Оқиғалар 7 жыл бұрынғы кезеңді көрсетуден басталады. Бір жігіт сүйіктісіне қоңырау соғып, жұмысқа орналасу үшін сұхбаттан өтуге кетіп бара жатқанын айтады. Ал сүйіктісі оны жігерлендіріп, қолыңнан бәрі келеді деп айтады. Сосын әлгі жігіт сенімді болып қадамын басып алға жылжығаны да сол еді. Бейтаныс ер адам оның алдын кесіп өтіп, жол ортасына тұра қалады. Оны көлік қағып жол жиегіне ұшырып жібереді. Оған көмектеспек болып қасына келсе, ол бірдеме айтқысы келіп жігіттің киімінен ұстап, қанға шашалып дым демей қайтыс болады. Кейін әлгі жігіттің сұхбатта отырғанын көреміз. Жаңағы болған оқиғадан еш жие алмай қобалжып сұхбаттан өте алмайды. Сосын сол жігіттің өмірі жайлы айтыла бастайды. Ол жігіттің аты Тхэ, бірақ бұл маңызды емес, себебі бұл дорамада оның аттарынан шатасып кетуі әбден мүмкін. Сол үшін басқа әріптестерім секілді ол жігітке Мықтыбек деген ат қоямыз. Мықтыбектің 5 жасында әкесі қайтыс болыпты. Содан бастап анасы оны жалғыз өсірген. Орташа жанұядан шыққасын жағдайын жақсарту үшін осы жасқа дейін әртүрлі жұмыстарды атқарады. Сосын 7 жылдан кейінгі есейген кезін көрсетеді. Мықтыбек тағы да 7 жыл алдын жұмысқа орналаса алмаған мекемеге сұхбатқа барады. Өкінішке орай тағы да қабылданбайды. Сосын досы хабарласып, қара биржаға тіккен ақшаларының бәрінен айырылғанын айтады. Содан бастап ол өте қиын кезеңді бастан кеше бастайды. Сүйген қызы басқа жігіттен гүл алып жатқанын көріп, одан әрі мұңаяды. Сосын жалдамалы пәтеріне кетеді. Үйіне келсе, пәтер иесі Мықтыбектің барлық бұйымдарын сыртқа шығарып есігін құлыптап қойыпты. Мықтыбек осы жағдайлардан соң одан әрі өмірден түңіліп, өз-өзіне қол салуды ұйғарып, шатырдан секіріп өледі. Сосын кадр бірден қараңғы болып, кейіннен тамаша орынды көрсетеді. Мықтыбек жұмақ деген осындай бола ма екен? Мен басқаша елестетіп едім дейді. Сөйтсе қасындағы бойжеткен: жоқ, сен жұмақта емессің, тозақ қақпасының алдындасың дейді. Мықтыбек қалжыңдама, олай деп сенбейді. Қыз Мықтыбекті сендіру үшін тозақтың төріне апарып, сонда азаптанып жатқандардың ортасына лақтырып жібереді. Мықтыбек шошып есін жиса, қайтадан ұшақта отыр екен. Сосын әлгі бойжеткен өзін таныстырады: мен ажалмын. Ал сен өзіңді өлтіргенің үшін Құдай саған жаза ретінде мені жіберді. Ол жаза сен әртүрлі денеде өмір сүресің. Қай денеде тірі қалсаң, сол өмірді соңына дейін жалғастырасың. Егер сынақтан өте алмасаң, тозақта сені күтіп аламын. Ал берілген мүмкіндікті жақсы пайдаланып, игі амал жасайтын болсаң, жұмақты ойлап көруге болады дейді. Сонда Мықтыбек: мен кім болсам да мына өмірде бейбақпын. Бәрібір өлемін. Себебі өмірім тозақ еді дейді. Ал ажал мұны алда көреміз деп жоғалып кетеді. Кейін ұшақ шайқалып апат жағдайына түседі. Мықтыбек ірі компанияның мұрагері болып тірілген екен. Соны біліп аман қалуға тырысады. Сосын ұшақтың жағдайы жақсарып қалыпқа түседі. Бірақ қуанышы ұзаққа созылмай, ұшақтың двигателі жарылып, ұшақ апатқа ұшырап, Мықтыбектің армандары өртеніп кетеді. Кейін Мықтыбек есін жиса, тағы тозақ қақпасының қасында екен. Оны тағы ажал күтіп алады. Ажал Мықтыбекке қайта өлген қалай екен деп мырс күледі. Ал Мықтыбегі ажалдың алдындағы не оқ дәрі екенін сұрайды. Ол Мықтыбекке берілген сынақ мүмкіндіктерінің саны екенін айтады. Ол үшін Мықтыбекті осы оқпен атып өлтіру керек. Мықтыбек: мен бәрібір өлемін. Ол өмір тозақтан да жаман, қайтқым келмейді дейді. Ал ажал жымиып: мен саған тозақтың өмірін тағы көрсетейін деп тозаққа қайта алып кіріп, адамдардың қалай қиналып жатқанын көрсетеді. Оны көріп Мықтыбектің жаны қалмай: менің айыбым қандай, не себепті тозаққа түсемін деп иігіліп жылайды. Ажал Мықтыбекке: сенің айыбың өзіңе қол салғаның деп Мықтыбектің қақ маңдайынан атып жібереді. Сосын Мықтыбектің ауада қалықтап бара жатқанын көреміз. Сөйтсек, бұл жігіт экстремал спорт түрімен ақша табады екен. Парашютсыз ұшақтан секіріп жерге қонуы керек. Соған қомақты ақша тігіліпті.
Мықтыбекке сол жігіттің жады еніп ол ақшаны ұтып алғысы келеді. Сөйтіп бай болып өмір сүремін деп қуанады. Ал оны көріп отырған көрермендердің бәрі толқу үстінде. Бірақ Мықтыбек нысананы дұрыс көздей алмай жерге басымен бірақ қадалады. Өкінішке орай екінші өмірде осылай ажал құшады. Достар, бейне ұнаса келесі бөлімдерін жіберіп алмас үшін маған тіркеліп алыңыз. Ал кездескенше достар.